1986 жылы болған желтоқсан көтерілісіне биыл 30 жыл толып отыр. Осыған орай Қазақстан Халқы Ассамблеясының аймақтық филиалында желтоқсан 86 біраз уақыт өткеннен кейін атты дөңгелек үстел өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша желтоқсанда болған көтеріліс қазақ жастарына тән патриоттық рухты танытқан. Тәуелсіздік 20 жылдығы бойынша әрбір шаралар өткізіп, біз енді желтоқсан ақиқаты республика ұйымының филиалымыз жай қалмай, бос қалмай бізді өткізіп жатырмыз дөңгелек үстел. Ол дөңгелек үстел мынау аталады былай желтоқсан 86 біраз уақыт өткеннен кейін қандай ол кезде азаматтар болды, қалай шықты, сондай сұрақтарды айтамыз. Кездесуге қатысушылар 30 жыл бұрын болған желтоқсан көтерілісі қазақ ұлтын және Қазақстандағы көп ұлтты халықтың жеке мүдделерін аңғартқанын айтты. Елдегі тұрақтылық пен татулық қазақстандықтардың жауапкершілігінде екенін түсіндірді. Бірақ желтоқсанда болған оқиғалар өзіне тиесілі бағаны ала алмағандығы және оның өзіндік феномен болып табылатындығы баса айтылды. До конца изучена мотивация. Қатысушыларды ынталандыру соңына дейін атқарылды, көбіне ол қазақ емес ұлттылар үшін. 1986-89 жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ зиялыларының репрессияға ұшырағандардың, қаза тапқандардың санын анықтау ашық сұрақ болып. Бұл оқиға посткеңестік уақытта ғана емес, жалпы ұлттық ауқымда да мойындалған жоқ, дейді Людмила Гривенная. Дөңгелек үстел тәуелсіз Қазақстанның құрылуындағы тарихи алғышарттарды, саяси және мемлекеттік құрылымдардың қазақстандық модельдерінің жетілуін талқылаумен жалғасты.